Сәлем достар, біз бүгін сіздерге түркі халқының арғы тегі кім? Ертұғырыл қазақ па? Көгіру мемлекетінің негізін қалаушы Жұмон кімнен жеңілді? Түріктер неге өз тарихын Ертұғырылдан бастағысы келеді? Осы және өзге де сұрақтар жайлы талқылайтын боламыз. Ертұғырыл газы Анадолу жерінде бауырлас түркі руларының басын біріктіріп, Осман империясын құрылуға жол ашушы Осман сұлтанның әкесі ретінде аталады. Көне түркі тілінде тұғырыл сөзі сұңқар деген мағынаны білдіреді. Біздерше айтқанда жігіттің сұлтаны дегенге келеді. Ол 13 ғасырда оғыздардан тарайтын Кайы тайпасын биледі. Енді Кайы тайпасы жайлы білу үшін тарих беттерін парақтайтын болсақ, жазушы Елмаз Өзтунаның түркі мемлекетінің тарихы атты кітабына Кайырлардың біздің дәуірімізге дейінгі 200 жылдары Оғыз қаған атанған Мөде түрікше Меденің кезінде өмір сүргені жайлы айтылады. Әрі бұл кітапта Осман империясының негізін қалаған Осман Мөде қағанның 46-шы ұрпағы екендігі айтылады. Бұл кітапқа шамалы күдікпен қарауыңыз мүмкін. Себебі Мөде мен Ертұғырылдың арасы 1400 жыл, яғни 14 ғасыр. Кайылар жайлы басқа да тарихи жазбаларды ақтаратын болсақ, Махмуд Қашқаридің зерттеуінде Қаңлы Оғыздың 24 тайпасының ішінде болған деген жазбаларды көреміз. Атақты Қытай танушы Шағбан Қытайдың Солтүстік көршілер атты кітабында Жұмон хан негізін қалаған Көгіре елінің әр қашан соғысып жеңілетін, әрі жауынгер аса күшті қауіпті көршілері осы Кайылар екені баяндалады. Түріктер жайлы тіптен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: түріктер сізге тиіспейінше, сіздер де түріктерге тиіспеңіз, өйткені олар өте қатыгез, қатал мінезді адамдар. Адалған хадис шәриптерге қарап, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям түркілердің жауынгер халық екенінен хабардар болғанын байқауға болады. Кейін ғұндардың Қытаймен ұзақ жылға соғысқан соғыс салдарынан әлсіреген Кайылар солтүстікке шегініп, Моңғол даласы арқылы ыстық көлге қоныс аударады. Бірақ ол жерде көп тұрақтамай, сыр бойын жағалай отырып, қазіргі Түркістан аумағын 300 жылдай мекен еткен. 1219 жылы Шыңғыс ханның Хорезмге жорығы кезінде Сүлейман Шах халқын қырғынға ұшыратып алмас үшін 50 мың кайыны бастап Сирияға Ефрат жағалауына қарай қоныс аударады. 1230 жылдары жағдай біршама тұрақталғасын, Түркістанға қайтып келе жатқан жолда Ефрат өзеніне атымен бірге суға кетіп қайтыс болады. Және сол жердегі түрік мазарына жерленген. Егер кайылар қазақ даласында 300 жылдай өмір сүрсе, олар жайлы тарихта болмауы мүмкін емес. Кайылар дегеніміз Қаңлының Кайы батырдан тараған бір ұрпағы, және қазіргі уақытта Қаңлы руының бір бөлігі болған түріктер қазақ даласын ата жұртымыз деуі орынды болса керек. Енді негізгі тақырыпқа қайта оралсақ, Ертұғырыл 1191 жылы, кей деректерде 1198 жылы дүниеге келген деп жазылады. Қай жерде дүниеге келгені нақты әлі белгісіз. Кейін Ертұғырылдың әкесі Сүлеймен Шах өмірден өткен соң, балаларының арасында билікке талас туындап, ағасы Гундогду тайпа көсемі болып халықты Ахлатқа қарай бастап кетеді. Ал Ертұғырыл болса 39 жасында 440 үйлі кайырларды бөліп алып, анасы Кайыммен бірге Селжук сұлтандығына жол тартады. Межелі жерге таяған уақытта соғысып жатқан екі ел әскерін көзі шалған Ертұғырыл анасынан қай елдің әскеріне көмек беру дұрыс екенін сұрайды. Анасы Кайым жеңіліп жатқан әскерге көмектесу керектігін айтады. Осылайша 400-ге жуық батырын артынан ерткен Ертұғырыл жаудың ту сыртынан соққы беріп, жеңіліп жатқан әскер жеңіске жетеді. Оның жәрдем еткен Селжук ханы сұлтан Алладин болып шығып, оның бұл ерлігі үшін елінің батысындағы Сөйтті иелігіне беріп, Үшбегі қылып тағайындайды. Үшбегі дегеніміз шекара күзеті басшысы дегенді білдіреді. Осылайша Ертұғырыл Селжуклуға Византия тарапынан болатын шабуылдарды тойтаруға міндетті болды. Бір күні Ертұғырыл сұлтан Алладиннен Византияға жорық жасауға рұқсат сұрайды. Сұлтан рұқсатын берген соң, Сөйт маңайын өз жеріне қосып, 50 жыл ішінде 100 шақырымға толмайтын жер көлемін 4 есеге ұлғайта білген көреген қолбасшы бола білді. Осылайша 1281 жылы 90 жасында дүниеден өткен және Сөйтте жерленіп билікті ұлы Османға қалдырған. Кайылар ислам дінінің сунниттік тармағынан Ханафи мазхабын ұстанған.
Енді түріктер өз тарихын неге осы адамнан бастауды жөн көретінін айтар болсақ, егер Османнан бастар болса, ол тек түрік тарихы болып қалмақ. Ал ертұғырыл барша түркі тектес ұлттардың ортақ тұлғасы. Сол себепті әлемге түркі идеологиясын насихаттау мақсатында осы адамнан бастауды жөн деп білген болар. Ендігі бір қынжылтатын бір дүние, өзге ел өзінің 2000 жылдық тарихын осылайша зерттеп, жұртқа паш етіп жатыр. Ал біз 13 ғасырдағы Шыңғыс ханнан әрі салмай отырмыз. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылу арқылы білдіре аласыз. Сіз үшін оттаймыз.